Музыка, би, бейнелеу, спорт бұл өнер. Ал өнерсіз өмір мәнсіз. Себебі адам өнермен танылған, өнермен дамыған. Эстетикалық пәндерде қызықты әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру арқылы өнерлі, шыныққан, дені сау ұрпақ тәрбиелеу мақсатында өнер адамның рухани әлемі атты онкүндіктің ашылу салтанатына шақырамыз. Бейнелеу сабағы сезімге толы өнерге жетелейді. Өмірде екі байлық бар. Бірі білім, екіншісі өнер. Өнер туралы сөз ететін болсақ, алдымен халқымыздың дәстүрлі қолөнері ойға оралады. Әрине бұл айтпаса да түсінікті. Өнер таусылмас азық, жұтамас байлық. Би адамның ішкі жан сарайын, назын, қуанышын іс-қимылмен көрсететін өнер. Ұшқышта сен үшін әлемді шарлайды, ақындар өлеңі жырлайды. Музыка жүрек тілі, ол сезімдер мен көңіл күй әлемі, ол дыбыстар арқылы бейнеленген жан сарайы. Тарландар тайсалмайтын танытқан алашты байрақты додаларда, оқсаған қажымыққан балуан шолақтай. Қазақстан Республикасын қорғау, оның әрбір азаматтың қасиетті парызы мен міндеті. Қазақтың рухты азаматтары жасасын! Жауырыны жерге тимеген батыр ұлттың жалғасымын, тек алға. Қазақтың барыстары жүгерде жанылған, күресе жеңілмеген. Ойында от ойнаған, намысына бойлаған, даңқты әлемге жайған. Шынықсан шымыр боласын демекші, дене жаттығулары адам баласына пайдалы. Демек, спорт бақытқа бастар жол. Ұлт намысын ұран еткен боксшылар жасасын! Әлемнің бәрі мойында. Өз жолға қойылған дене шынықтыру ойындары оқу бөлім алуға бөгет емес. Музыкамен шарықтап билейміз. Қолөнерді әсемдеп суреттейміз. Патриоттық тәрбиені дамытып, спортпен самғаймыз, өрлейміз.